Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 22-ші сабағын өтетін боламыз. Жылы жүрек тәтті тіл, пайымдау мәтіннің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері. Пайымдау бөліктері бар мәтін құрап жазамын. 33-ші жаттығу пайымдау мәтіннің сызбасын қара, ол қандай бөліктерден тұрады, пайымдау мәтіннің бөліктерін қандай сөздер байланыстырып тұр. Дәлелденетін пікір, дәлелдеу пікірі және қорытындыдан тұрады, пайымдау мәтіні. Дәлелденетін пікір мен дәлелдеу пікірін өткені, себебі, неге десеңіз сияқты көмекші сөздер байланыстырса, дәлелдеу пікірі мен қорытындыны, сондықтан сол себепті демек деген сияқты көмекші сөздер байланыстырып тұрады екен балалар. Келесі 34-ші жаттығу пайымдау мәтіннің бөліктеріне назар аудар дейді. Дәлелденетін пікір: мыңдаған жыл бұрын сәнді сарайларды кірпіштен салған. Кірпіштен үй салу құрылысшыларға өте ұнаған. Екінші, дәлелдеу пікірі: кірпішті саз бен құмнан жасайды, ал саз бен құм барлық жерден табылады. Кірпіш отқа жанбайды, суға ерімейді, қатты аязда да шытынамайды. Қорытынды: кірпіштен салынған үй қыста жылы, жазда салқын болады. Пайымдау мәтіннің бөліктерін жоғарыдағы сызбада берілген көмекші сөздердің көмегімен байланыстырып жаз. Мыңдаған жыл бұрын сәнді сарайларды кірпіштен салған. Кірпіштен үй салу құрылысшыларға өте ұнаған еді. Себебі кірпішті саз бен құмнан жасайды, ал саз бен құм барлық жерден табылады. Кірпіш отқа жанбайды, суға ерімейді, қатты аязда да шытынамайды. Сондықтан кірпіштен салған үй қыста жылы, жазда салқын болады. Балалар, бұл жерде себебі, сондықтан сияқты көмекші сөздерді қолдандық. Келесі 35-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Атымтай жомарт. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі қысқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт: Құдай берген дәулетіңіз бар, ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұрып, өз басыңызды, мәртебеңізді төмен сүріп, кедей адамша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мәні не? Жомарт айтты дейді. 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі, әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті үнемі әдет етсем, көңілге желік кіргізеді. Сол желіккен көңіліммен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын. Ыбырай Алтынсарин. Мәтіндегі пайымдау бөліктерін ажырат, түсіндірмені, яғни дәлелдеуді нақтылап тұрған көмекші сөздерді тап дейді. Балалар, бұл жерде мәтін дәлелденетін пікір мен дәлелдеу пікірінен тұрады. Көмекші сөздер бұл жерде екіншісі, үшіншісі, төртіншісі деген сияқты көмекші сөздер қолданылып тұр екен, балалар. Келесі 36-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Тазалықтың сыры. Үйдегі мысықтар ертеңнен кешке дейін жуынады да жатады. Сонда мысықтардың ерекше таза болып шыққаны ма? Оның әртүрлі себебі бар екен. Мәселе тазалықта ғана емес, мысықтар үстін жалаған кезде кірін кетіріп, тамақ қалдықтарынан тазарып қана қоймайды, денесінен шығатын иісті де жояды. Өйткені олар үшін иіс өте зиянды. Себебі жемтігі оның иісін күні бұрын сезіп қойса, ол аш қалады. Сондықтан жуынып тазарған мысық құлағын тігіп, тышқанның аузында әлденеше сағат аңдып отырып, мақсатына жетіп тынады. Негеш кітабынан. Бұл мәтіннің қай түрі өз сөзімен пайымдау мәтіннің бөліктерін қамтылатындай етіп мәтінді ықшамдап жаз дейді. Бұл балалар пайымдау мәтіні. Енді оны ықшамдап жазатын болсақ, үйдегі мысықтар ертеңнен кешке дейін жуынады да жатады. Өйткені олар үшін иіс өте зиянды. Себебі жемтігі оның иісін күні бұрын сезіп қойса, ол аш қалады. Сондықтан жуынып, тазарған мысық құлағын тігіп, тышқанның аузында әлденеше сағат аңдып отырып, мақсатына жетіп тынады. Балалар, осымен бізде бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.